Ассалаумағалейкум құрметті курсқа қатысушылар. Бүгін біз не үйренеміз? Instagram туралы 5 дерек және де Instagram желісін қолданудағы бірінші қадам. Instagram жайлы 5 дерекке тоқталатын болсақ, Instagram'да адамдар Google'ден жылына 16,16 миллион рет іздейді. 100 миллион тұтынушы стористі күн сайын қолданады. Белсенді қолданушылардың саны ай сайын 700 миллион адамға жетеді. 18 бен 29 жас аралығында бүкіл әлем адамдарының 53%, 30 бен 49 жас аралығында бүкіл әлем адамдарының 25%, 50 жас пен 64 жас аралығындағы бүкіл әлем адамдарының 11% және 65 жастан жоғары адамдардың, яғни бүкіл әлем адамдарының 6% Instagram'ды белсенді түрде қолданады екен. Осы көрсеткіштерді көріп ақ біз Instagram'ның өте дамыған, ең қолайлы әлеуметтік желі екендігін білеміз. Жай ғана көңіл көтеру үшін сурет, видео, жаңағыдай біреудің өмірін тамашалау үшін де керемет бір әлеуметтік желі, және бір кәсіп жасау үшін де өз қызметіңді көрсету үшін де әлеуметтік желі болып табылады. 26% қолданушылар әлеуметтік желіде жылына $75,000 жоғары табыс табады. Бизнес профиль, яғни бизнес аккаунт. Бизнес аккаунттың қарапайым аккаунттардан негізгі айырмашылығы, пайдалы тұстарын айта кететін болсақ, ол пайдаланушыларды қабылдау, статистика, жедел хабарласу және жарнама сияқты маңызды функциялар атқарады. Өзіміздің Instagram аккаунтымызды, қарапайым аккаунтымызды бизнес аккаунтқа айналдырған кезде біз ол жерде пайдаланушыларды қабылдай аламыз, парақшамыздың статистикасын көре аламыз, және бізге тіркелген адамдар бізге жедел хабарласа алады, және біз жарнама жасай аламыз. Статистика дегеніміз не? Статистика дегеніміз ол сіздің аккаунтыңыздың жай-күйі, сіздің Instagram'да жасап жатқан жұмысыңызды қанша адам көріп жатыр, бір апта аралығында сіздің парақшаңызға қанша адам тіркелуде, сіздің оқырмандарыңыз қай қалалардан, сіздің посттарыңыздың көрілім саны өсіп жатыр ма, немесе төмендеп жатыр ма, солардың барлығын көрсетеді. Бір сөзбен айтқанда, сіздің парақшаңыздың жай-күйін көрсететін өте маңызды құрал болып табылады. Ал жедел хабарласу батырмалары бұл сіздің аккаунтыңызда, яғни сіз аккаунтыңызды бизнес профиль қылғаннан кейін, сіздің аккаунтыңызда позвонить және адрес, сонымен қатар электронды адрес батырмалары қосылады. Аккаунтыңызға телефон нөміріңізді жазып қоясыз. Бір кнопканы басу арқылы Instagram'нан сізді көріп, сол арқылы сізге хабарласа алады, және электронды адрес батырмасын басып, сіздің почтаңызға хабарласа алады. Және егер сіз адрес бөлімінде өз адресіңізді белгілеп қойсаңыз, тұтынушылар сол батырманы басу арқылы сізді тез тауып ала алады. Жарнама жасау бұл елімізде енді дамып келе жатқан жарнама алаңы, өздеріңіз де күнделікті көріп жүрген боларсыздар. Парақшаңызды бизнес аккаунт қылмасаңыз, жоғарыда айтылған функцияларды орындай алмайсыз. Және де сіз парақшаңызды жабық аккаунт қылам десеңіз, онда бизнес аккаунттан шығып кетіп, қарапайым аккаунт болып қалуға тура келеді. Ендеше біз Instagram бағдарламасын қалай орнатуды, қалай жүктеуді үйренетін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен өз смартфонымнан Instagram бағдарламасын толықтай өшіріп тастадым. Ал енді смартфонымызды ашқаннан кейін интернет немесе Wi-Fi жүйесін іске қосамыз. Содан кейін сіздің смартфоныңыз Android болса, онда Play Market дүкеніне кіресіз. Ал егер сіздің телефоныңыз iPhone болса, онда сіз App Store дүкеніне кіресіз. Қазіргі кезде менің телефонда смартфоным Android болған себепті мен Play Market дүкеніне кіремін. Play Market дүкеніне кіргеннен кейін жоғарыда Google Play батырмасы шығады. Ол Google Play батырмасын басқан кезде іздеу жүйесі іске қосылады. Осы жерге Instagram деп орыс тілінде жазсаңыз да, немесе ағылшын тілінде Instagram деп іздесеңіз де ол тез тауып береді. Содан кейін ашылған бетте установить деген батырма шығады. Сол установить, яғни орнату батырмасын басамыз. Бағдарлама жүктеліп жатқан кезде Instagram'да статистиканы қарап кетсек болады. Instagram туралы адамдар өз пікірін қалдырған. 80 миллионнан астам адам өзінің отзывын, яғни пікірін қалдырған екен. 1 миллиардтан астам адам Instagram бағдарламасын өз смартфонына орнатқан екен. Міне біздің бағдарламамыз жүктеліп болды және автоматты түрде орнатылды. Открыть батырмасын басқаннан кейін бізге Instagram бағдарламасы тікелей қосылады. Алғашқы ашылған бетте создать аккаунт және войти батырмасы қосылады. Парақша ашу және кіру батырмасы іске қосылады. Егер сізде Instagram аккаунт бар болса, онда сіз войти батырмасын басып кіріп кете аласыз. Ал егер сізде аккаунт жоқ болса, онда создать аккаунт батырмасын басатын боласыз. Бірақ қазіргі таңда Instagram бағдарламасы арқылы жаңа аккаунт ашу мүмкін емес болғандықтан біз аккаунтты, Instagram парақшаны компьютер арқылы, ноутбук арқылы ашатын боламыз. Instagram.com деп терсеңіз, сізге регистрация бетін ашып береді, яғни тіркелу бетін. Ал егер аккаунтыңыз бар болса, астыңғы жағында вход, яғни кіру батырмасы тұр. Бірінші мобильный телефон или электронный адрес. Бұл жерге біз өзіміздің электронды адресімізді теретін боламыз. Содан кейін аты жөніміз, содан кейін пароль жазамыз бұл жерге.
имя пользователя дұрыс. Сосын регистрация батырмасын басамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай бізге жаңа аккаунт ашып берді. Қазірше бізде ешқандай публикация, ешқандай жазба да жоқ, ешқандай подписчик те подписка да жоқ. Жай ғана біздің есімімізді көрсетіп тұр, содан кейін парақша атын көрсетіп тұр. Міне біз Instagram аккаунтты аштық, содан кейін Instagram бағдарламасымен танысатын боламыз. Алғашқы кірген сәтте бізге осындай бет ашылады, яғни бұл жерде бізге хабарлама келіп тұр. Ескерту: өзіңіздің электрондық адресіңізді логинге тіркеңіз деген. Біз отправить подтверждение, яғни рұқсат береміз. Проверьте свою электронную почту дейді. Өзіңіздің электронды почтаңызды тексеріңіз. Окей батырмасын басамыз. Содан кейін біз электронды почтамызға кіреміз. Міне социальный сеть, соған кірген кезде Instagram таңдаймыз. Осы жерде ағылшынша жазылып тұр, confirm email адрес дейді, яғни email адресті растау. Міне біздің email аккаунтымыз Instagramға тіркелді. Instagram аккаунтымызды қалай бизнес профиль қылуға болады, соны үйренетін боламыз. Ол үшін браузерге кіреміз, іздеу жолына Facebook вход деп жазамыз да іздейміз. Содан кейін табылғаннан кейін вход Facebook, яғни Facebookке кіру жолағын басамыз. Бұл жерге мен өзімнің жеке Facebook аккаунтымен кіретін боламын. Телефон номер немесе почтаңызды жазасыз, яғни Facebook'ты ашқан кезде қалай аштыңыз, сол ақпаратты бұл жерге енгізесіз, және пароль. Вход батырмасын, кіру батырмасын басамыз. Facebook'тегі жеке парақшама кіріп тұр. Facebook'тегі жеке парақшама мен жаңадан ашылған SMM Abdal парақшамды қосатын боламын. Ол үшін Facebook'ке кіргеннен кейін Facebook'ке кірген кезде дәл осылай тұрады. Сосын біз мына жердегі кішкентай үшбұрыш, қара үшбұрышты басамыз. Содан кейін создать страницу, яғни парақша ашу, сол батырманы басамыз. Өздеріңіз мына жерде тамашалап тұрғандай, менде бірнеше парақшалар тұр, яғни Facebook'ке тіркелген Instagram'дағы парақшалар. Мына жерде тағы да үшбұрышты басамыз және создать страницу батырмасын басамыз, яғни парақшаны ашу. Осы парақшаны ашу арқылы біз Instagram'ды осы Facebook'тегі осы ашылған парақшаға қосатын боламыз. Компания или бренд, сообщество или публичная личность. Бізге қазір егер сіздің кәсібіңіз жаңағыдай бір бренд болса, немесе компания болса, айналысатын нәрсеңіз, егер сіз жеке тұлға болсаңыз, немесе бір топ ашқыңыз келсе, онда сообщество или публичная личность деген батырманы басасыз. Бұл жерге мысалға SMM Abdal деп жазсам болады. Мына жерге образование деп жазсам болады. Образовательный сайт, яғни білім беруші сайт деп жазсақ болады. Содан кейін продолжить, яғни жалғастыру батырмасын басамыз. Жалғастыру батырмасын басқаннан кейін бізге осындай парақ ашылады. Бұл жерде сіз ашқан парақшаңызға сурет қоюды ұсынады. Яғни бұны қазір жүктесек те болады, бұл жерден загрузить фото профиля деп. Немесе кейін жүктесек те болады бұл суреттерді. Пропустить дейміз, ол үшін өткізу. Және тағы бірі шат, онда пропустить деп өткізіп жіберсек болады. Кейін асықпай қоя беретіндей. Ал ендеше міне біздің страницамыз, яғни парақшамыз ашылды. Түсіндіре кетейін, бұл Facebook парақшаңыздан бөлек кішкентай парақша. Яғни бұл сіздің жеке Facebook'ыңыз болса, оған ешқандай қатысы жоқ, одан бөлек парақша. Мысалға мына жерде үшбұрышты басқан кезде сіздерде осы жерде тұрады, SMM Abdal деп тұрған сияқты сіздің ашқан страницаңыз осы жерде көрініп тұрады. Міне мысалға менде бірнеше страница тұр, яғни мен осы Facebook'ке бірнеше Instagram тіркеген болатынмын, сол себепті бірнешеу тұр. Енді суретті қоюды көрсетіп жіберейін. Ол үшін мына жерде дөңгелектің ішінде фотоаппараттың суретін басамыз. Содан кейін изображение кіреміз, өзімізге қажетті суреті тауып қоя береміз. Мысалға рабочий столды басып, мына жерден SMM деп таңдап қойсақ та болады. Мен қазір жай ғана қоя салам, өйткені сіздерге түсінікті болу үшін тез-тез үйретіп жатырмын. Сохранить батырмасын басамыз. Обновление болып жатыр. Обновление болғаннан кейін міне өздеріңіз көріп тұрғандай сурет ауысты. Мына жерге обложка. Обложканың суретін қоямыз. Бұл жеке сурет, ал бұл обложканың суреті.
Бұл жерде де загрузить фото деген батырманы басамыз. Фото қоюымызға болады немесе видео қоюымызға болады. Және кез келген бір суретті қоя салайық бұл жерге. Сіздер өздеріңіздің көңіліңізден шығатын, асықпай ойланып, қажетті қойғыңыз келген суретті қоя бересіз. Сохранить батырмасын басамыз. Міне бізде сурет дайын, сурет қойылды. Сол Instagram аккаунтымыз осы жерге тіркеуіміз қажет болады. Ол үшін настройки деген мына жердегі батырманы басамыз. Егер сіз бұлай шығып кеткен болсаңыз, басқа қадамға, басқа бетке қосылып кеткен болсаңыз, онда ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. Жаңағы үшбұрышты басасыз да, өзіңіздің ашқан парақшаңызды үстінен басып, тікелей сол жаңа ашылған парақшаға кіре берсеңіз болады. Және бұл жерде настройки батырмасын басасыз. Содан кейін төменгі сол жақта Instagram деген батырманы басамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғанда мына жерде войти, яғни кіру батырмасы орналасқан. Осы войти кіру батырмасын басу арқылы сіз өзіңіздің тіркегіңіз келген Instagramда осы жерге тіркесеңіз болады. Яғни біз войти батырмасын басамыз. Және бұл жерге жаңағы ашқан парақшамызды тіркейтін боламыз. Кіру батырмасын басамыз. Өкінішке орай жаңа біз Instagramды Facebookке компьютер арқылы тіркей алған жоқпыз, өйткені қателік шықты деп бізге мүмкіншілік берген жоқ. Сол себепті де біз смартфон арқылы тіркейтін боламыз. Ол үшін біз Instagram бағдарламасына ең алдымен кіргеннен кейін төбеде тұрған 3 сызықты басамыз. Төбеңгі жақта настройки батырмасын, сосын ортада аккаунт батырмасын, содан кейін перейти на бизнес аккаунт басамыз. Және продолжить, және тағы продолжить, яғни жалғастыру батырмаларын баса береміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің компьютер арқылы ашқан SMM Абдал деп тұрған біз аккаунтымыз, парақшамыз тұр, образовательный сайт деп. Яғни соны белгілейміз. Содан кейін далее батырмасын әрі қарай басамыз. Яғни ақпараттар дұрыс па деп бізден сұрап тұр, оны тексеріп жатыр. Біз оны дұрыс деп белгілейміз. Міне мана сіздерге айтып кеткенде электронный адрес деген батырма шықты. Мысалға электронный адрес дегенде адамдар басады. Содан кейін тікелей почталарына кіріп, сізге өз SMS-терін жаза алатын болады. Өзінің сұрақтарын қоя алады, жеке тырналғысы келетін болса, немесе бірге серіктестік жасағысы келсе, солай бірге жұмыс жасайды. Енді статистикаға келетін болсақ, тағы да жаңағы 3 сызықты басамыз, содан кейін статистика деген жолақты басамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде публикация на этой неделе 0 деп тұр. Яғни бұл аптада біз ешқандай публикация жасамағандықтан бізге 0 деген көрсеткішті көрсетіп тұр. Алда уақытта да статистика жөнінде айта кететін боламыз.